Ассалаумағалейкум, өзгерт YouTube арнасының көрермендері, бізде кезекті подкаст. Бүгін біз Семей қаласында қонақтамыз. Бүгін бізде өте қызықты подкаст өтеді. Неге? Өйткені біз футбол жайлы айтатын боламыз. Және де неге Семей? Өйткені өздеріңіз білесіздер, Семей Қазақстан футболының отаны, бұл бізде Семей қаласы. Біздің бүгін қонақтар Семей футболының тұрақты жанкүйерлері, 20 жылдан аса жанкүйер болып келе жатқан Нұрлан Тұрсынғали және де Рауан Есентайұлы. Кешіріңіздер. Рахмет келгендеріңізге. Енді бүгін өте қызықты тақырыптар айтылатын болады. Қысқаша өздеріңіз жайлы айта кетсеңіздер, және де неге осы футбол жайлы, осы футбол төңірегінде өзіңіздің өміріңізді арнадыңыз? Енді әркімнің икемі болады деген секілді, біреуінікі футбол, біреуінікі волейбол болса, күрес, бокс болса, менікі енді барлығында кикбоксингке де, бокске де, бүйтіп волейбол, баскетболға бәрін сонда өзімнің ішіме қонғаны осы футбол болды. Және де жеңіл атлетика жаққа да кішкене жақын болғанымен, екеуі бір-біріне кішкене жақын болған соң осы футбол, және де өзім осы алдында да айтып кеткендей, Семейдің тәрбиеленушілерінің бірімін. Семейдің Елімайдың тармақтары бар ғой, өзің де білесің, СКА, Локомотив, Цементник, Спартак деген секілді сол төртеуден тұратын біреуімін. Енді сол өзіңіз бұрын ойнадыңыз, иә? Иә, өзім де ойнадым. Қай жылдан қай жылға дейін? Мен 2000-нан 2002-ге дейін ойнадым. 2000-нан профессиональный игрок болдыңыз осы, иә? Футбол орталығы дейді ғой. Сол кезде бізге енді осы 2004-2005-те сендер дублер боласың деген кезде өзің білетіндей сол банкрот болды. Одан кейін уже Елімаймен Алтайды бірге, Восток ол кезде құрып 6 ай болды. Ол кезде уже бізге даже сол үлкен қазіргі уже білдей бір тренер болып жүргендердің өз аузынан бізге естідік. Бауырларымыз баяғы сендер сабақ оқыңдар, оқуды бірінші орынға ойындар, футбол сендерге бітті деді ғой. Қоя беріңдер деді ғой. Өзіміз сосын енді футбол, адам футболдан кетсе дедік, футбол адамнан кетпейді деген секілді. Өзіміз ары қарай енді сол лига любитель футболға кішкене аяқ басып, өзіміз ақырындап университетте ойнап, сосын коллектив арасында ойнап, сөйтіп әзірге дейін ойнаймыз, сен для себя дейді ғой, өзіміз үшін. Сол жақсы, рахмет. Рәкен, өзіңіз? Енді алдымен елдер осы қазақ футболының отанына қош келдіңдер. Сондықтан қазақ футболының отаны дегеннің өзі ол үлкен бір бақ деп ойлаймын, Семей үшін әсіресе. Сондықтан да қадамдарың жасай берсін. Рахмет. Енді футбол неге таңдадың дедіңдер, футболды қалай таңдамасқа? Бүкіл әлем екіге бөлініп жатса, Реалмен Барселона болып жатса, доптың өзі сиқыры болса, енді 2000 жылдары мен Амангелді Сейітхан ағалардың дауысын естіп, содан басталған махаббат міне әлі күнге дейін 26 жыл болды. Футбол төңірегінде жүрміз, осы жерде біраз нәрсені көріп жүрміз, біліп жүрміз. Футбол жойылып кетіп, міне қайтадан тірілсе де, жойылып кеткен кезде де біз сол Спартак стадионының қасынан табылатынбыз. Карантин кезінде де футболға кіргізбей қойғанның өзінде де есіктен кіре алмасақ та, сол тесіктен кіріп футбол көретінбіз. Сондай бір махаббат арнап, үйдегі бүкіл шаруаны сырып тастап, футболға деген махаббат солай басталды бізде. Енді міне үлкен футбол келіп, Елімай құрылып, елді елең еткізіп, бәріміздің басымызды бір арнаға тоғыстырып, міне подкастында себебі. Сондықтан осылай басталған дүние енді жарқын жаққа бұрыла берсін деп тілейміз елдер. Рахмет жауаптарыңызға. Енді Елімайға жаймен көшетін болсақ, Елімай осы маусымда сізге қандай эмоция сыйлады? Енді каждый біз анау өзің білесің, бірінші лигада ойнаған кезде валидолный матч дейді ғой, мысалы. Жоқ шын ғой, енді 0-0 болып жатады, біз бір гол саламыз, бітті, қонып отырамыз, қарсылас команда 1-1 қалып кетеді. Одан кейін 85-86 минутқа дейін 1-1, кейбір адамдар кетіп жатады, уже бітті мынау, уже 1-1 болады. Сол кезде Шошатық жер кәсиді. Немесе соның ассисті, немесе Мұртазаев деген секілді сондайлар. Ол кезде енді басқа игроктар болса да, сондай валидолный матчтар көп болғанымен біз адамдар сонда қалыптасады екен. Баяғы қазіргі 85 минутта немесе
Джокер дейді ғой, 90-шы минуттардың артында біреу соғады деп. Соған біз бәріміз сеніп тұрдық. Ол сол ана бірінші лигадан шыққан кезден бастап уже 3-ші жыл болды бұйырса. Осындай камбэк болып, Джокер болып, валидольный матчтар әлі жүрегімізде. Американский горки деп біреу комментарийде жазып жатады. Былтырғы сезонды қарасаңыздар, маусымда, былтырғы маусымда Елімай тіпті бірінші орынға шықты ғой. Мен енді Елімайға қарсы ойнаған командалардың ойыншыларынан бір-екеуін естідім. Былтыр шынымен де Елімай мықты болды дейді. Негізі құрам да жақсы болған дейді. Жалпы жақсы басталған дейді. Енді жарайды айтып бүйтіп, маусымның аяғында соңғы турларда ұпай жоғалтып, ордаға ұпай беріп, болмайтын матчтар ұтылды. Бір мықтылармен текестіресінде болмайтын матчтар ұтылды. Сонымен 5-ші орын алдық қой былтыр. Сосын биыл маусым басталды, Оқжетпеске барып ұтылдық, 0-де кесіп. 9 қазақтың баласы бізді ана жерде шыр айналдырған кезде мен олардың қолын алдым шыны керек. Футболға жанашып жүрген, Елімайға жанашып айтамыз ғой. Сондықтан содан кейін жеңіске жол бердік. Сөйтіп жүрген кезде тағы ең бірінші біздің Астана үштендер. Астана келіп маусымның басы осылай айғай-шу болды. Жанкүйерлер мен клубтың арасында бірін-бірі түсінбеушілік пайда болды. Мынау қайда қарап жүр, қаржылай жағдайы бар Елімайдың, жоқ емес. Жанкүйерлер бар, жинап тұр. Кез келген ақпараттық сала болсын, алаң бар, жағдай жасап тұр. Сондықтан енді нәтиже ғана күтеміз ғой. Біз енді жарайды, футбол құрып кетті, жоқ болды. Мен жалпы айтқан бір ойымды, пікірімді. Бізде жарайды, футбол жоқ дедік, футбол келді, бәрі келді. Енді оған шүкір, енді біз нәтиже талап ететін уақыт келді ғой енді. Нәтиже талап ететін, сұрайтын, білетін уақыт. Содан маусымның басы ала-құла ойындар, у-шу. Содан кейін міне клуб басшылығы да білді ғой, бәрін біліп отыр ол кісілер. Міне бірінші айналым бітті, екінші айналымның басында біздің өзіміздің жергілікті емес, Қазақстан құрама жоқ, легионер емес, Кенжебектер келді, Оразовтар келді, ол бүкіл жанкүйер біліп отыр. Қалай келді, солар сәл де болса өзгертті. Сәл де емес, кәдімгідей өзгертті. 50%-ға көтерді ғой. Мен ойлаймын, сол Кенжебектің жылдамдығы қатты ғой. Сол жылдамдықпен біздікілер қалған ойыншылар да оянған сияқты. Ілесу керек болды. Дамыс қой әрине. Конечно. Оған қоса біз неге мысалы кейбіреулер айтып жатыр да, неге біз отандастарымызды алуымыз керекпіз. Бізге мысалы Акмаль келді. Сол неге байқалмай қалды айтпақшы Акмаль. Енді Акмаль мен Рамазан Омаров позициясы бір ма? Позициясы бір. Екеуі бір-біріне ұқсайды да ғой. Ұқсайды. Алыстан қарап отырсаң, мынау Акмаль Оразов деген секілді. Сонда екеуі сосын және олар неге алды? Өйткені ұлттық құрамаға кішкене болсын септігіміз тисін деп, сондай политикамен алған секілді деп ойлаймын енді жеке өзім. Әйтпесе жетіп жатыр ғой мысалы көп. Солар қалай келді? Міне 9 матч бойы жеңілмей келе жатыр. Иә? Бірақ өз жеңіске барып ұтылып қалғанда бір ыңғайсыз болып қалды. Өзім де ұяламын соны айтсам. Енді жеңістің өзінде дейді қаншама. Бірақ ол жеңіс мықты екен түбі, иә? Оларда бұрын Қазақстан 3 рет Қазақстан чемпионы болды. Тарихында чемпион болған. Беталды адам КПЛ-да ойнамайды ғой. Біздікілер көбісі Еще жеңістің басшылары бәрі ыңғай футбол мамандары ғой. Ол жақта да біліп отыр бәрі. Бір қуантатын бізде де футбол мамандары ғой, ол кісілер бәрі біліп отыр. Екінші маусым айналымдағы келген Демченко бапкерінен септігі тиді мысалы. Оның кәдімгі ойын стратегиясы барлығы өзгерді. Өздерін қараңдаршы. Мысалы Демченко келген датамен ары-қара ойындар қалай болды. Дубльдары да күшті ойнады, қыздар командасы да күшті ойнады. Сонда мен ойлағам, олар сонда ауыра келді ма, непобедимый, атына затына сай болған секілді. Енді оларға да дұрыс. Герой за ширмой дейді ғой. Қатты білінбейді. Мысалы да жаңағындай неге бәрі басталды ғой, Қайраттың вратарлар деп мысалы да. Оның кейінде бұл қарасаңыз мысалы тренер мысалы мықты тренер болып шыққан деген сияқты ғой. Оның бәрі кәнейін айтылады. Мен есімде қалғаны Қайратты бірден өлсемен ұттық қой, соңғы Иван Сидиев салды ғой. Сол кезде Елімайдың әр ойыншысы әр позицияда мықты таласты. Прям таңса ойнады ғой. Соның бір айтып кететін ғыжыл пайда болған ғой, оның алдында жанкүйерлердің араздық тудырып, айтсын бүйтсін деген әңгімелер кетті ғой. Вот сол сабақ болды негізі. Мәселе онда мысалы көбісі айтып жатыр да, біздің арамызда басқа клубтардың ордабасының тағы да енді Ақтөбе, Жеңіс, жаңағы Астана, Қайраттың жанкүйерлері айтып жатыр да, вам повезло дейді. Я говорю, не может быть такого, что повезло все 90 минут играть, и потом сказать это повезло вам, это так может только певица может так сказать. Ваняның соққан голы енді кішкене
ыңғайсыз болды ғой ма? ыңғайсыз болғанда оның бәрі айтты ғой. Карповичтің өзі айтты 90 минут қазір мен оны түйіндейін, не 90 минут бойы адам психологически де өзі біледі ғой, қабыл жанып тұрған жерде деген сияқты 93 минут бітті, біз осы атаканы жібермей алсақ болды деп. Онда ошибка вратаря, мысалы қателік етті. Не подготовлен болды ғой, значит. Ана жерде отбивать етпей қолын алу керек болатын негізі. Заруцкий болды ма сөз барда? Заруцкий ма? Заруцкий болды, Заруцкий болды. Ол кезде травма болды. Заруцкий болды. Сол кезде мәселе бізде де, егер мысалы сендер де білесіңдер, Қазақстан ұлттық құрамасы соңғы минуттарда жіберуші еді ғой, білесіңдер ме? Иә. 91-ші, 92-ші, 89, 85-тен бастап. Сол секілді біздің Елімай қазір енді соны антагонисті болды. 90 минуттарда гол салып жеңісті жұлып алады. Конференция лигасында біздің таласуымыз, қол жеткізіп жетуіміз, ол ендеше кімге осы бас бапкерден бастап, мына клуб басшылығына дейін бір абырой болған деп ойлаймын. Бір жанкүйерлердің алдында да, Өйткені оны барлық айтуы мүмкін, тағы да повезло деп, ол не может быть такой. Бір маусым повезло болу не может быть. Ол бізге мысалы алдында да подкасттарда айтқаным, және де комментарийларда сол өзін айтқанда қырқысып атқаным жарым. Адамға уақыт беру керек те. Мысалы сендер қараңдар, Арсен Венгер Арсеналда неше жыл болды, Сэр Алекс Фергюсон. 20 жылдан асты. Сондай. Пеп Гвардиола мысалы, неше жыл Манчестер Сити осы алып келгенге де қаншама жыл жұмыс істеді. Барселона қанша жұмыс істеді. Мысалы ана сол Дортмундта тренировать еткен Клоп, неше жыл тренировать етті. Соның бәрін қарау керек қой. Сіз негізі бас бапкерді қорғап шыққан адамсыз ғой, комментарий? Жоқ, солай ойлайды да. Кетсін қайда барады деген сияқты. Жоқ, бәрі айтып бағыдан. Сен Карповичтің баяғы жақтайсың дейді. Жақтасың. Мен жақтасы емеспін. Мен просто футболдан хабарым бар дейді. Мен хабарым бар. Содан мен өзім ойнағам потому что. Содан кейін просто ішкі кухнясын. Енді нәтиже керек болды. Нәтиже шығарып берсе, басқа не керек? Мысалы, басқа бапкер келсе де осы айғай шу. Солай айтамын, көш мысалы жарты айналымда алып тастау керек дегендер көп болды. Өйткені біздің нәтижеміз де жаман болды, бірақ та КПЛ шығып кетпейтінімізді де білеміз. Но біз амбициямыз жақсы да. Жарты сол маусым өткен кезде, апрельдің кезінде, сол жаздың ортасында болған кезде мысалы көбісі сенген жоқ, сенбегені былай тұрсын. Сол кезде бәрі айтады, Карповичті алып тастау керек, бас бапкерді алып тастау керек дейді. Мысалы бұның алдында Қайрат алып тастады, 4 мысалы тренер. Рафаэль Уразбахтин болды, тағы 1-2 болды, сосын Уразбахтин қалды. Міне, Уразбахтиннің мысалы тас өрген домалар. Чемпиондар. Оны шешіп тастағанда тағы түкті болмайды. Оны бас бапкерді алып тастау, бізде Қазақстанда жалпы солай да. Бір проблеманы көрдік па, бітті. Бастықтар алып тастайды, министрді алып тастайды, әкімді алып тастайды, а проблема қалады. Ол проблеманы ешкім шешіп жатқан жоқ. А проблема комплексно подходить ету керек. Мысалы, жанкүйерлердің де бір жағынан мұңын тыңдау керек та. Олар айтты ғой. Алдыңғы сезоннан мысалы келе жатыр. Тебет алады, көтереді, тебет алады, көтереді деп. Бейбеги деген тактика. Сол үшін деп бір шулады. Бірақ ол білмеймін ол. Сосын бүкіл жаңа ойыннан кейін уже подготовленный бір фразалар болады. Бәрі айтады болельщик. Қазір Карпович шығады пресс-конференция. Былай айтады, сонымен бұрынғы сөзін қайталады. Шаблонный сөздер. Сен өзіңнің орнына қойып көрші. Сен этикетті сақтап, эмоциясыз, как робот секілді жауап беруің керексің. Мысалы, ана жерде мысалы ол өйткені оған дейін ол бүкіл эмоциясын тастайды. Сен әкең-көкең дейтін жер енді. Раздевалкада ойыншыларға. Сен гол салмағандар. Мысалы мен тренерім солай болды мысалы. Қараған жоқ сен. Ол кісімен мен негізі сол Андрей Владимировичпен сөйлескен, бетте берді. Сол кезде айтады, мен шәкірттеріме берем, барымды берем. Олар орындамай жатса, мен қайта кінәлі боламын бір жағынан. Ұнамайтындарды мен бір ауыз сөзбен қуып шығамын дейтін. Конечно. На поле играет футболист, а не тренер. Если он не устал. Мен сөзім өтеді. Ал мен ол жерде кетем ба, қалам ба, оны басшылық шешетін дейді. Ол емес. Ең басты менен әрине жанкүйерлер нәтиже талап етеді. Мен беруге тырысамын деп айтқан сөзі бар ғой. Талап еткені дұрыс жанкүйерлердің, ничего не имею против, просто надо чуть-чуть. Бір жақсысы, ол кісілердің ешқандай сұхбаттан қашпайды негізі. Ашық әңгіме етсе, келіндер 2-3 рет ашық есін немесін. Ашық есін немесін жариялады. Бардық. Кел әңгімені ойындайды.
мен мына жақтан айтып беремін. Бір кезеңде білесің, біздің тобымызға, ана Telegram топқа Роман Мұртазаевты кіргізіп, ол өзінің сөз пікірлерін айтты. Осылай болғанда осылай. Бәріміз ешкім әлпештеп отқан жоқ деді сөзді. Бірден ұнамай ма, дұрыс топ деп алмайсың да қуып шығады деді. Басымыздан ешкім сипап отырған жоқ. Сипап отқан жоқ. Бұл жерде ешкім анау мынау деп. Конечно, көрсеткіш керек па? Иә, көрсеткіш үшін бәріміз жанталасып жатырмыз. Кейбір тұста шынымен де физикалық тұрғыдан жетпей қаламыз, жылдамдық жетпей қалады, шынымен де өзіміздің қазір мен де жасым келді дейді, 30-дан асып кетті ғой. Оның бәрі әсер етеді дейді. Әйтпесе кім қалай шешім қабылдайды жоғары жақ. Солай жүре беру бізге. Рахмет жауаптарыңызға. Енді келесі сұрақ. Елімай Еврокубокқа өтті. Шын жүректен сіздерді құттықтаймын. Семейлік жанкүйерлерді. Я енді бір проблема дейді ғой. Енді екінші проблема. Бұл яғни Еврокубокқа өткеннен кейін біз жаңағы квалификациясы. Ақтөбе, Ордабасы сияқты командалар сияқты мемға ұшырамаймыз ба? Енді мен ойлаймын, сол біздің жаңағы алдында айтқан киелі отанымыз, футбол отаны деген қазақстандықтардың енді сол киелі жерімізге келіп, олар да келеді ғой енді бізге не бара бермейміз. Лига конференциясында жақсы өнер көрсетеді деп сенемін. Егер, конечно, әрине егер бола алмай жатса, енді оған да кешіріммен қараймын дейсің ба? Кешіріммен қараймын, өйткені енді мен кешірмейді. Не кешірмейді? Былай ғой. Жыл күттім осыны. Иә, былай ғой ол. Тарихында мысалы бірінші рет Еврокубокқа шыққалы жатыр. Өте тамаша. Иә. Оған дейін Аль-Наср келу керек болатын. Келмей қалды. Жоқ, келді. Олар енді бір Жоқ, ол азиатский кубок болды. Иә, вот. Азияда шетелдің жарысы ғой әйтеуір. Ал мына жерде мысалы біз Еврокубокқа өткен кезіміз бар. 2002 жыл қашан өтіп едік? Еврокубокке Елімай? УЕФА-ға. Солдан бері алғашқы Елімайдың сырттағы алғашқы турнир дейсіз ғой. Иә. Енді ол былай ғой. Ол жерде жақсы өнер көрсету үшін мына құраммен бірінші айналымнан қиын болады. Біз енді Түркияда оқу жаттығу жиыны болады. Сол жерде мықты легионерлер, ана бір қара маржан болады ғой, бір Бразилиядан бірдеңе Дининьо, Рейдиньо дегенде бір екеуін алдыртып, бір шабуылды күшейтіп, Кенжебек қалатын жағдай болып жатса, мысалы, орталықтан бір тағы бір ойыншыны алдыртсаң, ана жерде бір Видич, Мимич деген бір мықтыларың болады ғой, бір сөйтіп бір күшейтіп алмаса, қорғанысты да сөйтіп. Вот ол кезде бір 2 турға баруымыз мүмкін, 2-3 турға. Хотя бы, да? Ол деген бізге қорғанысқа Балкан дейді ғой. Балқан теңізі. Мықты олар, иә. Солардың енді кезінде Аникич пен Бранко Ильич деген болды Астана. Сербтар, иә. Мысалы бізде қазір Беланчич жүр, мысалы. Соны мысалы ержамын өзім. Беланчич мықты қорғаушы, сол Балқан түбіндегі ойыншылар. Иә, ол Балқан түбі. Ал шабуылға мен өзің айтқандай жаңағындай қара маржандарды алсақ, Бразилиядан, Африкадан бір жүгіре беретін бір арқарлар болады ғой бір. Енді ол жарайды, ол өз басына ғой. Енді мысалы дәл осы құрам егер қалып қойып, біраз жай өзгерістер болатын болса қиын болады негізі. Оның үстіне бірінші турда біз Семейде өтетін шығармыз. Жазда июльде басталды. Андрей Владимирұлы бар ғой, осы Қызылжарды бір Осиек па бір клубтан алып шықты ғой, бірінші клубтан. Лига конференцияда Қызылжармен ойнады ғой. Сенсация жасады сол кезде. Ол сол сияқты бірінші турда ойнады да, екінші турда ол кісілер Астанада ойнаған. Стадион жарамайды, инфрақұрылым нашар. Алаң сапасы анау деген сомен қойшы әйтеуір сол жақта ойнады, бірақ екінші турда ұшып кетті ғой. Енді біздің, конечно, инфрақұрылым болмай жатып, біздің клуб шығып кетті деген секілді, енді уже тоқтата алмайсың деген секілді. Бізге наоборот, мысалы енді ешкімге құпияда емес, 2001 лигада ойнаған кезде, сол кезде старт болды ғой, құрылыс стадионнан, иә, мысалы. Одан геолокациясын өзгерді, сөйтіп өздерінің саясаты енді. Мәселе соны 2 жылда, мысалы, өздерің білесіңдер, сол неде, Қызылордада 2 жыл салып ғой? Иә. Мысалы. Әлгіндегі стадионды ма? Жаңа стадион. 2 жыл кетті, иә? 2 жыл салып тастады. Тамаша. 2023-те басталды, 24 полностью 25-те міне берді. Оны өзі пайда задержкамен салынған кезінде. А на самом деле бізде де сол Абай облысын берген, әу баста сол Абай облысын берген кезде сол сызбыста шықты. Біздің жаңағы көпірді салу керек болатын. Ну, енді ол отдельная тема, конечно. Но старт дали еще сол 2-3 жыл бұрын. Сол кезде мысалы салып тастаса, қазір біздің стадионымыз да бар. Еврокубокта уже бір матч сонда ойнап тұрмыз. Иә. Онда бүкіл матчты ойнапсың? Рахмет.
Енді келесі сұрағым осы КПЛде өз жанкүйерлеріне жақсы условия жасап, олардың сөздерін құлақ салатын қай командалар? Мен өзім ойлаймын, сол енді кімнің инфрақұрылымы бар, сол деп. Бірінші орында Астана Арена. Жанкүйерлер тыңдайтын ба? Именно жанкүйерлер тыңдайды. Жанкүйерлер тыңдайды. Жанкүйерлерді қай команда? Жанкүйерлер енді мен Қайрат деп айта алмаймын. Өйткені Қайрат өз жанкүйерлерін тыңдаса, анандай қыста бір матч болды мысалы. Сонда Челси келетін кезде, енді әрине ол кезде Астана вынужденно ойнады, центральный стадионда, орталық Алматыда. Сендер көрдіңдер ғой? Бүкіл барып көрдіңдер ме? жоқ былай матчты көрдік қой. Қарашада. Ана жерде бір жер қаншама билет мыңға сатып алған орын ғой ол. Орындықтың бәрі Қар, сынған, мусор істелінбеген мысалы. Одан ертеңгі стадион директоры жұмыстан кетті ғой. Жоқ, ол кетеді ғой, иә, просто сондай отношение де бізде. Өзі жанкүйерлер тыңдайтын клуб сонда қайсысы сонда? Ақтөбе. Негізі Ақтөбе деген ол өмір бірінші ғой енді жанкүйер жағынан. Жанкүйер жағынан да Қайрат емес енді. Медиа жағынан керек болса талап етіп алады иә Ақтөбе жанкүйерлер. Мықты өйткені Ақтөбе жанкүйерлер енді өздеріңіз білесіздер ғой, 13 сектор. Иә. Енді олардың да асыра сілтеп айтпау керек жоқ, олардың жанкүйерлері қаран деп айту керек қой. Иә, онысын дұрыс. Өйткені мен Ақтөбенің жанкүйерлерімен былай сөйлесетінім бар, бір-екі бір жас не тұрамыз, айтады, жігіттер, сендер молодцы, семейдің Елімайдың жанкүйерлері. Сендер өздерің просто медиаларында кішкене развивать етсеңдер дейді да. Өйткені олар Ақтөбенің жанкүйерлерінің каждый өзінің YouTube каналы бар, каждый өзінің инстаграмдары бар. Бірдеңе бір Ақтөбе жанкүйерлеріне бірдеңе ұнамай қала ма, 7-8 инстаграм аккаунтта бүкіл освещать етеді и каким-то образом по-любому оны істейді ғой сосын кейін. Сол жерде талқылайды, мәселені шешу үшін барады де. Иә. Подкаст етеді. Иә, сондайды развивать ету керек сендерге. Олардың стадиондары да жақсы ғой. Олардың стадиондары жақсы, иә. Олардың стадиондарын футбольный стадион ғой. Ол Траффорд қой, кәдімгі. Бір барғың келеді, көрсең. Ана жерде уже бүкіл КПЛ-дің матчы көрсе ғой сол жақта. КПЛ-де ойыншыларынан сұрайды ғой. Ақтөбеде ойнамайтын вообще, за границу ойнайды. Жаңағы Самородовтан да сұрайды. Сен типа захотел бы обратно Ақтөбе? Я мен матчқа барғым келіп тұрған жоқ, именно сол болельщиктердің атмосферасы, потому что олар прям кричалкалар, зажигалкалар дейді, прям өлтіріп жібереді дейді. Дресс-коды бар. Дресс-коды бар, иә. Кричалкалар біреу ғана емес, біз секілді жаттап алған жарты Қазақстан айғайлайды. Жоқ шын, алға Елімай десе мысалы, оны жақта қызыл жарты. Алға. Сол мәселе талқыланды ғой, біз өзіміздің мәселемізді талқылайықшы мысалы. Мен оларға предлагать не айтуымыз керек, яғни айт. Барлығы шет-шетінен кетіп, сенікі қуғын ба, сенікі андай. Жақсы, бір мысалы, ана Өктем Алтаев біледі, сол мысалы ағамыздың өлеңін алды да, ай-ай деп алды да, Ақтөбеде. Ну, бұл не надо дейді ғой мысалы. Тамаша не сол? Бәрі біледі тем более. Біздің де өзіміз. Біз негізі сол бой түзеуіміз керек қой Ақтөбеге қарап, иә? Иә. Біз үйренетінімізге туған қалам семейім деген ән бар. Неге соны барлығы? Дұрыстап айтпасқа ма? Иә. Соны қол алмасқа, мен оны да айтқам алдында комментарийде жаздым барлығы. Бір 12 жерден бір түртіп иә дейді де. Одан кейін бөтен сол жерде қалады. Иә, біз алдында Астанаға ең бірінші матчқа Қайсармен келді ғой. Қайсармен матчқа келді, соны группа ашылды, талқыладық, бүйтейік деп 5000-ға жуық жанкүйерлер жиналды Астанадан. Сосын біз ойлағанбыз жаңа Лұқпан Жолдасовтың Алтынай деген өлеңі бар ғой. Соны Елімай деп Елімай, Елімай деп. Соны бастадық, сосын соны тынышталып қалды. Неге? жаттығу жоқ қой енді. Жаттығу жоқ. Жаңағыдай освещение жоқ, еще айтпайды, мына жақ мынандай өлең айтайық деп жатыр. Давайте мынандай группа ашайық, осыған келіңдер, бүйтейік сөйтейік деген сияқты бар ғой. Ауызбіршілік жоқ. Иә, ауызбіршілік жоқ. Мысалы бір жерге семейге, мысалы Спартак стадионына жиналайық та, давайте. Жігіттер репетиция. Иә, репетиция. 100 адам келіңдер, 200 адам келіңдер, каждый группадан, мысалы да, WhatsApp группа, Telegram келіңдер де, давайте, дайындалайық. Болды. Ана жақтан бір рупор, мына жақтан бір рупор. Болды. 3-4 рет жиналады, 3-4 рет айтады, зато уже мида мышечный память дейді ғой. Ол жақсы естіле ма олай, солай? Жақсы естіледі, оны былай. Нешеде подачасына неге ұқсайды? Мәселе сөздері. Ақтөбе деген өлеңі бар ғой сол. Соған ұқсайды чем-то. Просто ана Елімай дейді да, біз Алтынайды Елімай деп аламыз да. Еще баяғыдан келе жатқан ғой, бәрі біледі ғой. Алтынай. Жасы бар, кәрісі бар, бәрі біледі деген. Біз соны айтқымыз келген, бірақ что-то үндемей қалды. Бізден серке болу керек, соны бастап, дұрыстап, ұйымдастыратын бір адам керек, мысалы. Алдындағы өткен влогымда мен бардым. Рахмет.
тағы да жақсы перформанс жасады, өте әдемі перформанс, өздері ақша жинады, бізде лақтырды балалармен 100 мыңға жетер жерге ақша жинап салды, өздері нелерін алды, жаңағы тканьдарын, суреттерін салды, оның бәрін ол алдыңғы өткен влогта көрсетілді. Или My Family деген тоже фанатский движение, өздері тоже ақша жинап, өздері салып, жаңағы Еврокубокқа перформанс жасады, өте жақсы әдемі. Енді оның бәрі әдемі бастама, бірақ видите, бұл қаржыландыру керек. Оның бәрін бүкіл жерде освещать ету, просвещать ету керек. Елімай футбол клубының жаңағыдай официальный страницасын айту керек. Жігіттер, біздің болельщиктерге рахмет, осындай істеп жатқан деп мысалы мәз болып қалды ғой. Негізі жанкүйерлердің басым көпшілігі сол Елімайдың официальный инстаграмында, иә? Иә. Енді әрине ол тіпті жарнаманың бәрі содан кетеді ғой. Жаңағы мысалы семейден көшіп кеткен мысалы біреу Англияда тұр, біз Америкада тұрады мысалы. Елімай футбол клуб біледі да, ал бірақ жаңағыдай кішкентай микро нелерді, движениялар білмейді да, содан кейін ешкім түсінбейді. Мысалы біреу келеді семейге бір отпусқа, бір матчқа барғысы келеді, и жаңағыдай мысалы біз осындай өлең дайындап қойдық туралы айтылған ол білмейді. Даже помнишь, біздің Қазақстан футбол федерациясы ұлттық құрама ойнаған кезде осындай ұран айтайық деп. Осындай мен сторизіне лақтырды. Сондай қалай, иә? Көрдім мен. Вот, содан басталады. Мысалы, атамекен айтайық деді ғой. Иә, ойынның 35 минутында деген сияқты. Иә, вот өзің айтып отырғандай, ресми аккаунтында қолдаса, осындай ұран айтайық. Иә. Осынша минутында біз бәріміз қол шапалақтайық. Немесе там осынша соның бәрін мысалы бізде былай ғой. Қу кетеді деген секілді. Қалай күшті болды, иә? Ана слаженно, оның бәрі слаженно. Вот, соның бәрін кім істеу керек? Соның бәрін медиалар жүргенде. Жоқ, олар ұйымдастырып бере салады деп ойлаймын. Олар бір қиын емес шығар. Просто біздің ортамызда жәнегі айтқан фанаттардың ортасында бастап серке керек та, бір адам ше. Лидер. Бір сөз өтетін ба, бір ұйымдастыра алатын қабілеті бар адам. Болды, талқыланбайды, ол өзі шешеді бір айттым деген сияқты. Айттым деген сияқты. Сосын медиаға бересіз, олар қойып бере салады ғой. Бір история түк емес қой. Өзбекстанның мысалы Андижон деген мысалы командасы бар ғой. Сонда ғана фанатты секторлар мықты екен, иә? Сектор ана баяғыдан келе жатқан сол саясат ағаның плюс-минус ар жақ бер жағы сол 50-ге жақындап қалған шал ғой бүкіл кісі. Бүкіл жерде сол жүреді ғой. Ортада танымал тұрады. Иә, танымал. Бүкіл Өзбекстан біледі ананы. Ол кісі не айтты, сол болады ғой, короче. Андай минуттан бастаймын дейді. И мысалы жастар емес, көп основном өзі біз шамаласта 30-35-40 шамаласындағы жігіттер ғой. Айғайлап сондай жас балалардың храпынан көргенде үлкен адамның храптары жақсы естіледі ғой. Жуан. Олар еще сол ультрастар. Сондай адам керек. Если мен сол ультрастар шығарып бастам, Андижонда бокстан әлем чемпионы. Иә, ол болды. Сол кісі. Бокста жүрді ме? Басына мынандай не киіп алады. Ерекшеленіп. Иә, Өзбекстанның несі. Ол киіп алады да ортада айғайлайды ғой. Соларын қалай көргенде қалай мотивация болып тұрады, иә? Үлкен мысалы айғайлап қасында бала неге істемейді? Өйткені мысалы подражать етеді ғой, мен осы кісі айғайлайды. Ол да шаруа негізі бар, ол оңай емес, иә? Оңай емес. Ол да ол ертең бұйыртса енді мундиаль болады ғой Өзбекстанда. Қараңыздар, мә Өзбекстан болельщик. ақш-қа барады Өзбекстан. Біздің Қазақстан комментаторлар айтып отыр ғой, алдында неге барып келді мысалы да, последний Катармен енді ғой, 3-те бір ұтты ғой. Сонда мә вообще страшно болды Өзбекстанның болельщиктер. Бірақ енді құрылдық деп тағы соған тілелеміз. Енді бұл бізде просто ол жай ғана сылтау сияқты деген ғой. Мысалы қазір не Инстаграм бар, Ютуб бар, WhatsApp группа бар, Телеграм жоқ. Мысалы бұрында онсыз ақ мысалы істеп жүрді ғой, поддержка. Мен түсінгенім негізі Семей шынымен де футболдың қаласы екен. Өткенде ғана бокстан Қазақстан чемпионаты өтті ғой. Білдей бір әлем чемпионы Сәкен Бибосынов бәрі бокс десті. Бірақ жанкер аз болды, өте аз болды. Мен бір-екі ойын. Неге білесің бе? Мен білемін оны. Мен ал Семей футбол клубы ойнаса ол жерде лық толады, почти толады. Неге аз болды? Ойландым мысалы футбол не қалай екенін ба? Жауабын білемін неге екен. Өйткені біздің Абай бокс федерациясы мен вообще үлкен Қазақстан бокс федерациясы және біздің Семей объекттеріндегі ешкімге ешқандай ақпарат бермеген. Ол қайдан біледі? Мысалы Бабуровкада отырған одан ақпарат таралды ғой. Қазақ қайдан біледі? Ол бізге келе жатқан, оны освещать ету керек бүкіл радиоға. Күнделікті дейді, сенің қалаңда болғалы жатыр. Барсашы, бос уақытым болған. Конечно, я понимаю, жұмыстағы адамдар бар болмайды. Бірақ та ішінде отырғандар бар ғой, бүйтіп бүгін қайда барсам екен деп отыратындар. Қонақтар жоқ, шынғой шипіс отырғандар, отпускта жүрген адамдар, олар білмегендіктен ешқандай ақпараттық
өзің пікірің ғой енді жолда. Иә, конечно. Рахмет. Енді келесі, Кенжебек кішігірім талисман болды, шыны керек, иә? Оразбек екеуі жақсы связка болды. Енді Кенжебек кетсе, кімді алған тиімдірек болады осы КПЛ-дан? Давайте легионерлерді алмай қойық. Легионерлер өйткені қазір налог бар дейміз, анау бар дейміз, мынау бар дейміз, оларды алған бізге тиімсіз деп айтады кейбіреулер да. Енді өзіміздің Қазақстанның жаңағы игроктарын алған кім дұрыс болады? Кенжебек кетсе. Кетсе ма? Еврокубоктар бар. Түсінесіңдер ғой, Еврокубоктар бар. Оның бәрін тоже қарайлап жүйелеу керек. Мысалы, кімді алған дұрыс болады? Енді әрине қиындау былай. Бізде былай қарап тұрсаң, оказывается, өзі нападающий Самородов шақты ғой өзі. Шученачев, Самородов, шабуыл тебінде ма? Дастан. Өз 5-6 ғана 10 шабуылшы жоқ екен бізде негізі. Қазақстан ұлттық құрамасында. Бақтиярды алдыртылмаймыз ба? Олар жоқ, уже все, олар келесі жылға забудь. Ол қазір жағына жасы да келді, травмадан травма қайтадан нетпейді. Мен енді естідім, Кенжебек қалдыру керек, негізі егер. Дінмұхамед Қараман сөйлесіп дұрыс. Қараман ба? Қараман Елімайға ауысады деп жатыр. Енді өтірік шығар, может. Мүмкін. Кейбір жерлерде жақсы болушы еді негізі. Жоқ, ол енді кесінеді, ол ішкі біріншілікте көмектеседі. Европа лига конференцияға көмектесетін бізге қандай ойыншылар бар деген сияқты ғой. Мысалы, Жұматтен келу керек сияқты бәрібір. Оқжетпестен Жұматқа алуға. Марат Жұмат Жақсылықты алуға болады Қайсардан. Қайсар ешқайда ойнамайды ғой, былай қарасаңыз да. Оған мотивация бер, ертең Еврокубокта ойнайсың сен деген. Айбол Әбікенді алуға бола ма? Әбікенді алуға болады. Әбікен жоқ. Мен ойым Керек емес па? Иә. Әбікен болды, ойнатты ғой ол. Ол ана Әбікенді неге алмау керек деймін, өйткені ол ана Қайраттағы Жоржиньо бар ғой, сол секілді ғой почти. Типа расстоянный, короче. Қайратта Хуан Мата деген болды, сол маған ұнайды, сол оң қаптал, сол қапталдан. Луиш Мата ма? Сол қапталдан шабуыл. Сол қапталдағы шабуыл өте ұнады маған, селтік ойнағанда. Сол сияқты бізге Елімайға негізі сондай бір тоқтамайтын бір бар ғой, оң қапталдан сол қаптал қысып тастайтын бір сондай бір мықты игроктар. Сол Кенжебектің копиясы керек қой бізге. Не қылды? Өзі азандау, тоже бір жанып тұрған біреу, мен қазір жыртамын, ойнаймын деген біреу. Тумасы сияқты ма кезінде? Иә. Алдыртқан ғой, ешкім білмеген. Да. Астанадан лидерге айналды. Ол Тумасин Ла Лигаға ауысқан Астанадан кейін. Алавестен еді ғой. Алавестен. Енді ол трансферлік терезе ашылады. Әрине қазір енді нау болып отыр деп, мысалы жаңа неден үкіметтен ешқандай қаржы бөлінбейді деп жатыр. Енді оның бәрі әрине по карману да, бөлінбейді. Мүлдем бөлінбейді. Жүйе керек қой енді мысалы да. Мысалы мүмкін скауттардан осы басқа мемлекеттерден де қарайтын шығар, вообще арзанға мысалы да, өте арзанға келіп алып келетін. Жалпы сол жаңағы мен ғана айтып жатқан жоқпын, тағы басқаларды айтып жатыр ғой, мысалы енді сол атын айтпай ақ қояйын, үлкен комментаторлар, журналистер, спорт журналистер айтып жатыр ғой. Біздің Қазақстанда, оказывается, агенттер шамалы екен. Иә, 3-4-5 агент қана бар ғой. Иә. Сол, по идее, казахстанским футболом еще управляют эти агенты. Сол ана футбольный агенттерді Қазақстанға тарту керек, басқа. Өйткені Ла Лигада кезінде Криштиану Роналдудың агенті кім еді? Португалец тоже. Сол владеть етті ғой, помните, какое-то время. АПЛ-да да ананы сатып, мынаны беріп, ананы арендаға беріп. Манчестерге алып қалмасын? Манчестер сол әлі сол агенті жұмыс істеп жүр. Енді ол үлкен футбол державасының әңгімесі ғой енді. Дұрыс, бір жағынан Нұрекес айтып отырғаныңыз өте дұрыс. Агенттер мысалы 4-5 агент, мысалы бүкіл Қазақстан КПЛ-да өзіңіз бірінші лига бар. Онан неше 16-12 команда, мысалы бізде 16 команда болады, мысалы 24 командаға 5 агент деген ужас қой. Мен өз прогнозым негізі келесі жылда үштікке ілінетін шығармыз деп ойлаймын. Сол енді Ордабасы мен Ақтөбе жаман ойнаса топ 3-те боламыз. А так, конечно, мына жақтан еще жеңіске батыр. Жеңісте күшейеді. Ертішінде қараңыздар, Ертіште қазір неден үкіметтен ақша бөлінеді. Олар қазір бірінші лигадан шыққаннан кейін уже жаймен онша емес игроктарын отсекать етеді. Сосын біз қалай әдемі кірдік, мысалы да 23 жылы. Олар да солай кіреді примерно. Енді Ертіштің активтіш қой по-любому.
енді оларды да ұмытпаңыздар. Олар доказывать етеді. Алтай бар. Олар да мысалы ВКО-ның несіне бюджетінен Каспий бар. Дерби күтіп тұр екен ғой біз, ертістік дерби, ертіс келеді. Кішкентай арманым орындалды сол. Сонда 90-шы жылғы, 2000-шы жылғы үлкен матчтар қайттан келіп жатыр, былай қарасаңыз. Ол өте жақсы. Сол келесі жылға өздеріңіз қандай, не ойлайсыздар? Енді бұл тұғырдан түспеу керек. Егер құлайтын жағдай болса, онда қиын болады онда. Болады. Онда ортан қол команда или бір за выживанияға ойнап жүрсек. 6 мен 7 арасы бит қарап дейсіз ғой. Ол сондай, мен сондайға жүретін командаларға таңғаламын. Не жоспар жоқ қой оның. Мақсаты қандай сонда? Не шу емес, не жеңіс. Байқайсыздар ма, қараңыздар, мен қазір біздің елбасы Тоқаев айтты ғой, жаңағыдай неге жүйелендіріңдер, финансовый что отдельно. Жекелендіру деген сияқты. Турлов алды Шахтерді, Ламтадзе алды Жеңісті, жаңағы Қайсардан не алды. Тағы бір кәсіпкер, жергілікті ғой. олар ықпалы болады енді. Ықпалы болады. Иә. Соның негізі, мысалы, Қайратты өзіңіз баяғыдан білесіздер ғой, мысалы да. Қайрат Сәбетайұлы мысалы, қаншама жыл жұмыс істеді, ақшасын құйды. Енді ақтап жарты жыл ішінде аяқтап алды ма? Иә. Чемпиондар лигасына шықты, қаншама? Жарты жыл ішінде. Бірақ ол өзі жақында интервью беріпті ғой, сол кезде барлығы ойлайды, мысалы, барлығы мен ақшам санап жатыр деген секілді, короче. Бірақ та типа мен алдындағы қарызға болғаным жартысын ғана жабылды баяғы. Клуб баяғы при своих остался деген секілді. Онсын енді бұл жерде жекешелендірді дегенде мәдеп жеке пока бере салмайды. Бұл бақылап көреді, ақырын кететін процесс бұл. Түбі бүкіл жекешелендіріп, АПЛ, Ла Лига сияқты сөйтіп кетудің мақсат бір жолы ғой енді ол. Бірақ оған қаншама уақыт керек. Енді қазір бізде қазір бұл ақтамайды, әр клубтың инфрақұрылымы дегенің сиқы анау болса, кез келген кәсіпкер келеді айтады ғой, қоя салды. Стадион анау, кухнясы мынау. Мен қалай деп ойланады ғой. Бізге стадион беру керек. КПЛ-дің клубтарына 1 миллиард 200 миллион бере ме максимум? Қайрат, оказывается, 750 миллион ғана алады екен. Барлығы айтып жатады ғой, мысалы, жеке клуб, балалар футболында ғой? Жоқ, барлығы айтады да просто. Кого не тронь, да? Все начинают говорить, что Қайрат футбольный клуб, что это частный клуб, типа на своих деньгах. Нет. Он тоже субсидию берет. 750 миллион дегенің көп көрім ақша ғой, мысалы, былай қарасаңдар. Техперсоналдың өзін иә, футбольный центрға кетсе де, дублерларына кетсе де, мысалы, иә. Просто мен соны ұқпаймын да, қалай. Бұл енді Елмай жалпы Нұрлан Телманның қолдауымен құрылды ғой енді, алғашынан шыны керек жасыратын жоқ. Міне, осы кісілер енді қолында, осы кісілер біраз нетіп отыр. Енді мүмкін жақсы көзқараспен, жақсы немемен арға дамытады деп ойлаймыз. Әңгімесі жоқ. Нетсін, көрсін, дамыта берсін. Бізге жанкүйерлерге керек нәрсе, бұның әр ақшаны санақ деп отқан жоқпыз айналып. Ажақ кухнясы өздері білсін қандай шаруа бітірсе де. Бізге тек нәтиже керек, балалар футболын дұрысты жолға қойып, біздің Семейдің, дәл осы Семей Елімайдың академиясынан міне бұйырса ашылатын. Осы академиядан 3-4 жылдың ішінде бізге 4-5 жылды жарайды берейік. Мына ұлттық құрамаға ойнайтын не қорғаушы, не орталық қорғаушы, не шабуылшы дайындап беру керек. Сол кезде нәтиже деген сол ғой. Соларды дайындау. Үшіншіден команда дені дұрыс қаржыландып, енді жағдайы бар ма? Кез келген команданың жағдайы бар ма? Ол нәтиже көрсету керек. Жан беру керек қой. Ол 2-1 болып ұтылса да алаңда, бір жан беріп ұтылатын бір айызын қанатын ойын болады ғой бір. Солар сондай талап етеді жан. Не стыдно деген секілді ғой. Болмайтын бір у-шу тудырып, манау болды, мынау болды деп, ол енді басшылыққа да керегі жоқ, жанкүйерлерге де керегі жоқ әңгіме ғой, у-шу негізі қарап отырсаң. Және де жанкүйерлер мен басшылықтың, клубтың арасында жақсы байланыс болу керек, достық байланыс болу керек деп ойлаймын. Бір-бірін дұрыс түсінетіндейші. Сол сен жаңа айтып отырғанда, мұн жақта клуб баста түсінбей қалды бір-бірін. Мұн жақта клуб, мұн жақта фанаттар, сол екеуінің ортасында болатын көпір дейді ғой. Сол менеджер жұмысын істемей жатыр деп айтуға болады негізі. Өйткені мен ол кісіден даже сұрадым. Біздік менеджер деген атақ алдық қой былтыр. Жоқ, жарайды, ол сөйтіп нетпеген шығар. Негізгі мәселе сода жатыр да. Бізге жанкүйерлерге не, мысалы, Астанада басқа қалаларда тұратындар, мысалы, Еврокуб болса, қайдағы жоқ, Барселона, Реал Мадридке байлайды екен, өзімізді Семейлік Елімайға байлайды екен қалай да? Астанаға барып отырса,
Астанада негізі Астана жанкүйерлер ұйымшыл. Астанада Мен көрдім негізі. мысалы мынаны Біркелкі отырып сөзді шыны керек жанкүйер болады. өзің Астанадан келіп мысалы түсіріп отырмыз мына подкастты. Мынаны осындай подкасттарды кішігірім подкаст енді мен осындай көбейту керек бізге. соны мен алдында да айтқам, медиа офицеріне де айттым, сол фанаттармен менеджер дейді ғой, жаңағы мост деп отырмыз ғой, футбол клубымен фанаттардың ортасында жүретін кризис менеджер дей ма енді, сол үшін сайлады негізі. Сайланып алды да, енді білмеймін, ол жұмыстан ұмытып кетті ма, немесе уақыты жоқ па. Мысалы, осылай подкастты түсіре берген кезде, мен енді олар мені ғана шақырды, мысалы Рауанды ғана шақырды отырған жоқ, басқа да жетіп жатыр ғой, көп қой ондай футбольный эксперттері де, футбольный фанаттары дұрыс па. Осының бәрін солар істеу керек қой, мысалы. Астанадан анау жаққа келіп, сен каждый месяц келіп, ай сайын келіп түсіретін уақытында жоқ болады ғой, мысалы, саған ұят, мысалы. Ол үшін, конечно, ол үшін футбол клубынан қаражат бөліну керек. Мысалы, бізде Қазақстанда қалай, мысалы, саған Қандай клуб бермейтін шығар подкастқа қаражат? Жоқ, беруге болады. Қараңыздар, Ақтөбені айтайын. Мысалы, Ақтөбеде қалай фан-движение күшті, неге өйткені олардан мысалы бір перформанс жасай ма, олар футболисттер ақша береді. Футболшылар өздері? Футболисттер өздері. Группалар бар, жігіттер осылай мынандай перформанс болып лақтырыңдар Каспийге. Неліктен осылай? Капитан өзі айтады деші? Капитан көз келіп айтады. Ол жігіттер смело 2-3 күн жинап береді де, мә, ақша. Болды. Рауан, даже мен саған айтайын да, ешкімге құпия емес қой, бір 5-6 футболист келіп, жай ресторанға бір тамақ ішкендері 200-300 мың болады. Отвечаю тебе. Сол 200-300 мың бір ужин етпей 5-6 футболист, мысалы, сол фан-движение ақша берсе, қандай керек? Ол еңбегі ғой, ол үшін айтып тұрмын, оның бәрі қаражатқа тіреледі. Мысалы, бұның бәрі мен мысалы түсіріп жатқан біреу ойлайды, там өзі үшін деп, біріншіден әрине өзім үшін, екіншіден жаңағыдай болельщиктер көрсін, семейлік жанкүйерлер оянсын, бір орында тұрайын. Екінші подкаст қойды ма Елімайдың тарихындағы? Жалпы өзіміздің ана енді қазақша, ең басты қазақша бұл жерде. Ең басты қазақша. Әйтпесе сұхбат болған, клуб басшылардан алып келіп, бапкермен сұхбат болды ғой, бір тұтыпта жүр ғой. Ол жерде сұхбат шығар, ал подкаст деген еркін ой алаң. Мынау екінші, имеется в виду 3-4 адамнан. Сол менде басқа группаларда составить етемін ғой, мысалы WhatsApp группа, Telegram группа айтам. Сендер Steam дейсіңдер де, сол бет қайда? Ол мысалы жаңағы мен осы студияны жалдап, ақшам жұмсау, ол менен ғана кетіп отыр. Ешкім болельщиктен ақша жинамаған жоқ. Елімайдың футбол клубын ештеңе алып отыр. Өйткені мен бұл бізде осындай Елімай футбол клубында осындай медиа кішкене дамып жатыр деген оймен түсірілген нәрсе ғой. Тоқ етері менің жеке ойым. Футбольный клуб фан-движениеге ақша бөлу керек. Обязан. Мынау қандай ащы болса да шын өткір болса да бұл шындығы. Любой клубта алшы, Европадағы Реал Мадридтің ультрастарына ақша бөлінбейді дейсің бе? Бөлінеді. Мен айтып жатқан жоқпын, миллиардтап бөл деп жатқан жоқпын. Олар плакатына басқасына ма сонда ақша? Плакатына, мысалы, неше тұрған перформанстар жасайды ғой. Ана Ливеркузен ту мысалы ана тоқырам ойнаған кезде ту Астана арена жылжыды ғой. Сол көрдің бе сол перформансты? Оны дала храмдары деген 300-ге 400-ге жуық өз не ғой, община ғой. Солар жасады, ақша жинады, спонсорлар, блогерлар посещать етті, нетті, олар жинап істеді. Оларда бізде де сол любой болельщиктерде сондай үйім болу керек қой. Дала храм. Бұл біздің футбол, Елімай футбол клубы болсын, тағы да басқа сол КПЛ ойнаған бүкіл футбол клубында спонсор жоқ дейсің ба? Бар. Су ішетін спонсор бере ма? Береді. Тағы да тамақ бере ма? Неше түрлі рекламировать етпей қой, береді, дұрыс қой. Бердің ба? Бердің бе? Мысалы, мен бұйытса алдағы ойдағы да бар, мысалы, жақсы проектлер. Мысалы, бізде енді цвет жасыл ғой, жасыл түс болғандан, мысалы, жасыл түске, мысалы, бір спонсор, Тасай, Фюсти, бар ғой, мысалы, букмекер емес. Бар. Алдына, мысалы, 500 адам футболка алдынан етті, Елімай шпагын ұсталаш, зато он бүкіл КФФ көреді, бүкіл Қазақстан көреді, бүкіл жаңағы пабликтер көреді. Мысалы, осыншама не болельщик, мысалы да, бірдей футбол киіп алып, оның спонсор Фюсти, мысалы, Максичай, жаңа, мысалы, Алагуз, мысалы, Мырза, мысалы да, алдыда үй берді. Мысалы, онда Фюсти, өзінің жұмысшыларына,
көтермейді дейсің, ол да көтерілді. Ол да хайптың бір түрі. Белый хайп, черный хайп деген сияқты нәрсе бар ғой. Ол кісі көтеріп жүрді, кәдімгі. Иә, енді ана кісі енді который сол мысалы кеше Реал Мадрид Мусик берді мысалы да Қайратқа мысалы. Енді сол сияқты нәрселер ғой. Мынандай жағдай болған. 2016 жылы Алтаймен Екібастұз футбол клубы ойнағалы жатыр. Есеп 0-0. Егер Алтай ұтатын болса, бірінші орынға шығады. Турнир кестесінде. телевизорда естен. Содан ойынның 70-75 минуты есеп әлі ашылған жоқ. Құрамада Карпович бар, Азат Ерсәліп, Еркебұлан Нұрғалиев бәрі бар. Сол кезде стадиондағы диктор хабарлады. Егер де қазір кімде-кім Алтай сапынан гол салатын болса, соған 350 мың теңге ақша деп. Оны кәсіпкер біздің Ақшын корпорациясының бастығы деген Марат Құрманбаев ағамыз тағайындап отыр деді. Содан жан таласып бір кезде пенальти болады ғой. Пенальтиді Андрей Владимирович Карпович орындайды да. Бірден өлі қойты, ол үшін Алтай ұтады. Енді Алтайға семейлік болды ғой команда. Ана кісіні қошеметтеп, кәдімгі жанкүйерлер деп. Зато беделі қалай өседі. Беделі жомарт. Меценат па, меценат, олигарх па, олигарх. Сондай нәрсе, сондай движение істеу керек қой. Бір өзгерістер керек дейсің ғой. Өте тамаша. Просто бұл бір жерде, яғни болельщиктер мен клубтың арасында қандай мықты болу, өте мықты болу. Өте мықты болу керек. Ақтөбе, жаңағы Қайрат мысалы бар ғой. Агрессивті емес, бір достық ретінде бір қарау керек сияқты, иә? Иә, конечно. Постоянно сол кризис менеджер дейді сонда ол должностьта. Ондай должность па? Иә, чтобы жанкүйер жағынан шу скандал болып кетпеу үшін кішкене ғана мысалы контролировать етіп. Иә, кішкене ғана шу поднимать етілді ме мысалы, неге гол жоқ деген секілді, неге атака жоқ деген секілді. Ана кісі барып айту керек, мысалы баяғыда осылай біздің шулап жатыр жанкүйерлер, они хотят осылай деп. Жаңа айқайын жеткізді. Сразу келді, ертең 2-3 күнде жас есік ашты, бәрін шақырды, айтты. Иә, шақырып пресс-конференция осындай бір жалда. Кейде бар ғой, біз жағатын алып кінәлап атамыз ғой. Мен ана былтыр матчтан кейін Ақтөбемен 2-2 ойнадым ма, сол кезде Михаил Габышев деген ойнады ғой бізде. Сол игрок сұхбатқа келіп тұр екен, мен тура қасында тұрсам, футболкасы бір жаңбырдан кейін шылқ кеткен ғой. Ол кезде күн ашық қой. Шылқ кетті. Мен айтамын, сіздің кәдімгі телепсіз ғой деймін ғой. Бауырым оңай емес дейді. Үлкен кісі ғой, осы емес ғой. Оңай емес дейді. Мен бұл денсаулығым міне беріп кеттім дейді. Осыншама жасқа келіп ойнап жүрмін дейді де. Денсаулығым біразын беріп кеттім дейді алаңға. Футболисттің мансабы қысқа ғой. Очень тяжело, ты чё деп мұң өмірден баз кеш кетті да анау. Ойыннан кейін ше. Жынымен жүрген не жаның ашып кетеді. 2 жылма, 3 жылма дисквал алып қалды ғой. Болды ғой, карьера саяқтады ғой. Грыжа бәрі кетіп қалды екен, синтетикалық алаң бар ғой, синтетикалық алаң. Белден кетіп қалды екен ойыншылар. Ол амортизационный резинкада, мен ойла, резинкада сен көп секіре берсең, тренировкада, разминкада, перед матчем, после матча. Мен көбінесе ойыншылармен сөйлесем ғой, солардың өмірлері қызықты кейде ше. Керемет жұлдыздан қараған. Сол кезде осы Елімайды осы бірінші лигада жүргенде тағы бір ойыншымен сөйлестім өзім, жергілікті ойыншы. Сол кезде айтады ғой, біз енді аптасына, біз өзіміз жай өмірде аптасына 2 рет футбол ойнаймыз ғой. Вот ең әдемісі денсаулыққа пайдалы сол дейді. Ол ана игрок айтады, біз күнде дайындаламыз. Күнде тренировка ғой. Иә. Күнде ол денсаулық, біз жүрегіміз отырып тастаймыз дейді. Иә. Біз өтті денсаулық кетіп қалады. Ол бүкіл сүйекке, бүкіл сүйек, организмға ауыр екен ғой, күнде. Нагрузка страшно. УТС-та мүлдем 2 есе нагрузка түсіреді екен ғой. Қатты кетіп қалсам, мысалы, страшно ғой. УТС-тің әңгімесі басқа екен, иә? Басқа болғанда қалай ол? Мен кішкене айтып жіберейін, келесі сұраққа қоймай тұрған кезде. Оқып жатыр жиын. Мысалы, Фейсал Мулич. Денесі дене бар. Нетті ма? Көңіліңізден шыққан жоқ па? Мен шыққан жоқ мысалы. Мен вообще шыққан. Вот. Неге қалай схитрил де? Апхитрил біздің руководствоны, біздің сол жаңағы Карповичті. Ол сондай футболистер бар. Контракт алу үшін хотя бы жарты жылға. Халявный, короче. Ойнайды, ойнап кетеді. Ойнайды, короче. Криштиану Роналду керек ғой, короче. УТС-та. Одан сен клюнешь же, балыққа клюнь еткен секілді. О, все. Қолынан аламыз дейді. Аласында сразу басқалары алып тұрғанда жарты жылға с последующим типа немене с продлением. Сосын жарты жылға болды ма? Жарты жылдың бір мысалы енді біздің КПЛ-да 26 ойын болса, оның 13 ойынын үйінде 5-еу, сыртта 5-еу ойнап алады да. Одан кейін қалғаны уже бітті. Қалай болса солай. Өйткені білетті де 2 айдан кейін
бірінші айналым бітеді жаңағы жарты жылы. 4 ай короче жақсы ойнап береді. Иә. Қалған 2 айым бітті ғой. Типа шаршадым дей ма? Иә, шаршадым. Мен де жоқ ол былай екен, негізі УТС-те бар ғой, күшті ойнаған ойыншылар дейді чемпионатта ойнай алмай қалады дейді. сол ғой хит. Ол әлгі мына қалаға, ол Кореяда жүрген ғой. Кореяда не бір Бусан сияқты қалалар бар, Сеулді көрген адам мына жаққа келеді де шок болады дейді. Кореяда менің білуімше искусственный поле емес. Кореяда табиғи ма? Конечно, олар бізден дамып кеткен. Соны айтамын, ол табиғи деген ол ойыншы үшін өте керемет қой, ол алаң, табиғи алаң негізі. Бізге специфический лига деп негізі Климат суық, енді әртүрлі әсер не айтылмаған, неме үшін? Зря айтылмаған специфический. Өйткені біз жаңа айтып отырғандай, сен бір стадионың Қазақстанда, иә, бір стадионың натуралкада, екіншісі искусственный. Иә, ол жаман емес. Сен секіріп отырасың. Сен, короче, иә, үйінде, мысалы, Елімайда, Спартакта бізде немене натурал, иә? Натуралда дайындаласың да? Сен Алтайға барасың. Астана аренаға барасың. Астана аренада искусственный. Иә. Сен уже үйінде жасаған финтің, үйінде жасаған дриблингің, уже анда не канает уже. Там уже ты будешь падать сам себе. Сосын мазаққа қаласың. КПЛ-дың талабы бар ғой еді. Бұл сөз тексереді олар. Бұл экран қойып міне енді жаңартып кішкене негізі өзгерді ғой өзі. Жалпы негізі мен ойлаймын, бұйырса енді жаңа 35 мыңдық деді ма, 30 мыңдық деді ма енді жаңа стадион салса, осы біздің стадион Спартактың трибунасын алып, жаңа трибуна салған дұрыс негізі. Өйткені ананың почвасы дейді ғой. Иә. Топырағы жақсы. Иә. Анандай натуралка ана жерге натуралканың шөбін әкеліп ана жаққа апарса дейсіз? Иә, ол шөбі не факт, что заживет ана жерге. Приживется дейді ғой. Жоқ, басқаша келеді ғой ол жол. Голландиядан. Почва тоже имеет в виду. Лучше тебе трибуну поменять. Әйтпесе, Реал Мадридта немесіне істей берді. Мен алдында мынандай ұсыныс тастадым. Спартак қазір енді ол Смарт Сити жақтағы стадион ол салынуы 3-4 жыл уақыт, бірталай уақыт, иә. Ол 3-4 жыл деген уақыт қой әлі. Әлі өмір сүруіміз керек. Сондықтан Спартак стадионының трибуналарын ақ пен қызыл ғой. Күн жеп саған аны. Бәрін сұрып алып, келесі жылға кішкене қаражат бөліп. Жасыл істедейсің бе? Жасыл бен ақ қылып, кәдімгі Елімайдың кейпіне келтіріп, сондай бірдеңе істеу керек сияқты. Мен ойлаймын, шатыр қойып дейсіз. Фридм жас қойып, Фридміз Елімайдың немесе түсіне келеді ғой. Мен ойлаймын, мысалы жаңағыдай ана Тұрандағы сквозняк деген секілді болмасын деп, бізде де по идее негізі мысалы айтып жатырмыз, воротаның артында жоқ қой. Иә. Сол металл конструкция жасайтын бізде завод бар ма? Бар. Өзіміздің сен завод бар ма? Бар. Топырақты набережкадан алса болады деген секілді. Жоқшын ғой, суың ағып жатыр. Мен білмеймін, что надо для этого жесть, чтобы трибуна жасап салу керек. Воротаның артынан ба? Кішкене? Иә, воротаның артынан. Сонда сыйымдылығы, мына жақта 3 мың, мына жақта 3 мың болса, 6 мың, қазіргі 8 мыңға уже неше? 6 мың. 6 мың, иә. 12. 15 мың почти. 15 мың, иә. Неменен санатына келеді. Лига конференцияның 1-2 квалификациясына санатына келеді. Қазір мысалы 8,5 мың келмеуі мүмкін. Бірінші турға келеді ғой дейміз. Бірінші турға келіп, бірақ ойнайды, сосын ары қарай уже Астана жаққа қарай кішкене билет. Жарайды, ол былай сөзбен неткенмен ол шаруасы көп дүние ғой ол. Енді ана жаңа стадион басталғаннан кейін назардың бәрі сол жақта болады. Спартакқа ештеңе түртпейді деп ойлаймын. Бізге сол стадион салып берсе деген үміт қой. Сол бірақ қашан бастайды, қашан еді тоже. Белгісіз өздері шешеді. Рахмет. Так, енді мынандай бір болезненный тема. Әлі күнге дейін жанкүйерлердің көкейін тесіп жүрген сұрақтардың бірі ғой, конечно. Мына өзіміздің семейлік түлек Шоша Еркебұлан Нұрғалиев жайлы. Енді өздеріңіз білесіздер, 23 жылы ол лучший игрок атанды, лучший бомбардир атанды. Ол атану бір бөлек, ол екінші мәселе, ол өзіміздің семейлік қой. Ол 2007-2008 жылы өзімізді сол СКА-да бірге ойнадық ол жігітпен. Вячеслав Петрович бізде тренер болды. Мысалы да, енді ол жігіт мысалы сборныйда да жақсы ойнады. Мысалы қазір Каспийде де ключевой игроктардың бірі, мысалы решающий голдар, решающий минуттарда тығып жүретін бала ғой, ассистін мықты жасайды. Енді оны алдық та сезон басталды, 1-2 рет ойнаттық, сосын уже аяғын ойнамай кеткеннен кейін болельщиктерде өздеріңіз естідіңіздер, Шоша деп айғайлады ғой, сол кезде ғана бірақ шығаратын неге
алаңға давлениеден кейін. Енді ол сосын ол жігіт жаңағы подкаст айтты осы мен өзім қалғым келді, бірақ мен қалдырмады деген сияқты. Енді неге үйтті, неге бүйтті, сондай былай қарасаңыз некрасиво да? Да, есть такое. Қалай істеуге болушы еді? Енді мен бұл сұрақты осы біздің осы биылғы 25 жылы маусым алды пресс-конференция жасады ғой. Сол кезде сұрақты қойдым. Шоша жайлы ма? Шоша жайлы, Еркебұланды, Нұрғалиевті. Неге кезіндегі Ромадағы Франческо Тоти секілді қылып, неге қалдыруға неге қалдырмасқа деп. Ол кезде солында ресми жауабы сонда конференциядағы былай болды. Мысалы, біз ешкімге кет демейміз. Кет деп айтқан жоқпыз, кел деп айтқан жоқпыз. Бізге өзіміздің позициясында ойнайтын футболист керек дейді. Енді қазір Еркебұланмен сөйлесу керек еді негізі. Келдірту керек пе екен деп ойлайсың дейді. Ай, мына бастық карьерасын ашындайды ғой. Бірақ өйткені сол білесіз бе, сол жиында сұрақ қойғанда негізі Еркебұланға есігі ашық деді ғой. Ол өздері мүмкін былай айта салған шығар. Қайтадан келуде мүмкін, ол футбол ғой, бұл өмір ғой деп. Сонда бас бапкер бәрі сөйлеген сол кезде. Ойлап отырмын, негізі түбінде алдыртып осы жақта карьерасын аяқтаған. Әрине, осы жақта қалдырту керек қой. Просто видите, бұл жаңағы подкасттың ортасында айтып жатырсыз ғой, бізде жаңағындай клуб пен жанкүйерлердің арасында қосатын адам игрок жоқ, мысалы местный адам жоқ. Мысалы, а публика оны жақсы көреді. Өйткені ол семейдікі бәрі біледі, оны Шоша бәрі біледі. Мысалы, Шоша ақырып алсын, мен мысалы ол жігіт инстаграмда да мысалы сөйлесіп жазып тұрамыз да, мысалы қолдап деген. Ол мысалы бірдеңе айтсаң айтады ғой клубтың ішінде. Шоша осындай бір нәрсе болып жатыр, осындай айтшы оларға деген. Андай бір перформанс жасайық деп жатыр, ақша жетпей жатыр. Осындай болсын деген сияқты. Ол айтпайды демейсіз, ол айтады ғой. Бізде шыққан сүзіп алатын ойыншы сол өзі. Сол ғой соны капитан қылып, негізі жалпы капитан қылып оңды-солды налево-направо капитанскую повязку не раздают. Капитаном становится тот человек, который у кого есть характер. Кто может конкретно, где нужно заматерить, где нужно шапалак прописывает, где нужно он будет и руководству будет перечить. Сондайларда. А если жай, мягкий, так сказать, сладкий капитанов не назначают, дұрыс қой айтшы. Шахтермен матчта Шахтердің бір шетелдік ойыншы ғой кезде. Осы Елімай ойнағанда. Сонда біреу жанкүйерлермен бүйтіп айғайласып тұрды да, ба. Шоша келді. Шоша келді. Здесь хозяин, не деген сияқты. Артынан сұрады ғой. Сол сияқты мен реакцияларын қалды тамаша. Сондай адам керек, видите, бір жағынан енді жасыда мысалы 32, 1-2 уже 35-ге тақау мен последний 2-3 жыл, 2-3 жылда жақсы ойын көрсетіп, мысалы, ол да тырысады ғой. Мәселе самая тяжелая игра это не в гостях, а дома. Өйткені сен ойнап жүрген баланы білесің ғой қандай екенін мысалы, да. Оның жүгіретін мысалы, жүгірмейтін мысалы, Мулич жағына білмеуіміз мүмкін плакаларын да. Бірақ мысалы біз Шошаны білеміз ғой. Айтамыз ғой, мысалы бірдеңе тупить етіп айтсаң, брат, сен білеміз ғой қалай ойнайтынын, ойнасай деген сияқты нәрсе ғой, видите, да. Вот сондай адам бізге керек қой. Және де мына жақтан плакка тартам екен, конференция лигасында бізде. Плакка ма? Плакканы менің ойымша енді плакка туралы әңгіме болса, жаңағыдай кетет болғанда нақты ақпарат жоқ, кетет деген. Жаңағыдай с последующим продлением, да. Егер ол үшін плакка жай барақат отырмау керек. Ол тұру керек голдар салу. Басқаларда Биланчич. Көлеңкеде алған сияқты, Кенжебекке Ваня қосалды, Өйткені оларға да енді бір дүмпу керек болды ғой. Сондай бір-бірімен теке тіресетін конкуренция болғанда олар оянады. Да, мотивация да, мысалы, сен мысалы екеуміз бір должностьқа мысалы таласатын болсақ, бізде сапа өзгереді. Сен мына жақтан көрсетесің, біз ол екі жақтан көрсеткеніміз ол командаға да пайдалы да. Мысалы, сен шықпаған ойында мен гол салам, мен шықпаған кезде сен гол саласың деген секілді. Сөйтіп біз өзіміз байқамай қаламыз да, біз екеуміз соперничать етіп жүргенмен клуб в плюсе. Сол ғой? Сол секілді оларда да. Және де мысалы жаңағы Еркебұлан туралы точкасының нүктесін қойып кетсек, бізде мысалы мынадай пікірлер пайда болды да, өзіміздің Семейдің жанкүйерлері жазып жатты да. Баяғы оның жасы келді. Типа, пик прошел, типа. Жалпы негізі мен вообще басқа бүкіл адамдар айтқым келгені, азиаттардың пик, спорт мансабындағы пигі 30-дан 35-ге дейін
біз Европа емеспіз. Жақындайтын кездер ма? Иә, жақындайтын. Елдос Сметовті алып қара. Иә. Геннадий Головкиннің мансабы. 30-дан 35-ке дейін шарқыраған кезі. Наоборот, біздікілер 25-тен 30-ға дейін опыт набирать етіп, зеленый болуымыз мүмкін. Тони Кросс емес дейсіз, 34-те аяқтайтын әдемі. Иә. Бізде наоборот, соны біздікілер білмейді, біздікілер Европамен салыстырады. Ламин Ямаль 18 жасында деп. Ол 25-ке дейін өшіп қалуы мүмкін Ямалин. Ерте бастаған жігіт. Иә, ерте бастаған жігіт. А бізде наоборот 25-тен ары қарай 30-ға дейін, 30-дан 10 жыл пикінде болады. Біздікілер наоборот сол жаңағы Мұртазаевты списывать етіп тастайды. Тағы да сондай Нұрғалиев Еркінді списывать етіп тастайды мысалы. Тағы да Шучин Начевті мысалы списывать етіп. На самом деле олар енді давай деп енді мотивация беру керек. Оның бәрін уақытында көреміз енді айналып келгенде. Маусымдағы сол Еркебұлан Нұрғалиевтің статистикасын қарашы. Қуанбаев деді. Еркебұлан өз аузынан шыққан. Шешуші голдар салған және шешуші пас берген. Ассист дейміз ғой? Гол плюс ассист. Иә, болды. Соны қарап шықсаңдар өздерінің Каспийде жүр па? Каспийде жүріп, Каспийге кәдімгідей үлкен. Ендеше маңызды ойыншы дегенсіз ол. Вот, соны қалай біздікілер бірінші лига ғой ол мәселе. Біздің айту ойымыз, пікір айту, өз дендіріс ойымызды айту. Өйткені бұл клубқа жан ашығаннан кейін айтамыз. Айдаладан кеп, дүйдаладан кеп отырған адамдар емеспіз осында. Иә, Спартакта жүрген адамдармыз, бәрін сыйлаймыз, құрметтейміз. Хабарымыз бар болған соң. Ешқайсысына қарсы емес, құрметтейміз, шыны керек. Бет-бет болса да, ашық ойымызды айтып, дұрыстап қол алысып кететін адамдармыз. Өзің білесің ғой, мен осы подкастта айтқан сұрақтардың жауабына мен Андрей Владимировичтің өзіне және бастықтарына айттым ғой осы сұрақтарды. Иә. Олардан жауап алдым, жауап алғандар сондай жалпылама. Оған менің көңілім көншіген жоқ мысалы. Содан кейін осындай подкастқа келіп, мен оны комментарийде де жаздым, қандай Как оно естисің? Иә, мен мына жерде біреуге жағымпазданып, немесе біреуге бармағын басып отырған жоқпын. Мен как оно есть, сол ешкім ақшасын есептеп отыр. Яғни ол үшін ақша да төлеп отырған жоқ. Енді аты айтып тұр, жанның күйеуі, жан күйер деп. Жанымыз күйіп тұр ғой. Қазір ютубта өте хит болып жатқан, хайп жинап жатқан Офсайд сериалы туралы өз қысқаша пікірлеріңіз. Ол біреу ойлайды, ол яғни басқа бір келер алдымыздағы күтіп тұрған басшылықтың заказы дейді. Иә, біреулер айтады, просто распиаренный сериал дейді. Ал біреулер айтады, жоқ, бұл жаңағыдай ақ-ақ, қараны-қара деп айтып жатқан не дейді. Аш шындық. Соған да керек. Ол шын түсірілген, өйткені сол өзіңде мысалы ойладың ғой, детский футболда болдың өзіңде, бізде менде болдым. Шын біз о кезде енді 90-шы жылдардың аяғымен 2000-шы жылдардың басы болмағанмен біз өзімізге шитке алдық қой. Өзімізге бокс алдық, өзімізге футбол форма алдық қой. Өтірік па? Шын. Жоқ, шын ғой. Ана сол кезде сол тренердің енді сомдап жүрген Рүстем Омаровтың өзі айтты ғой мысалы. Ерлан Омаров болып сомдап жүр, бас бапкер болып. Сонда в детском футболе есть деньги, просто они не доходят до этого. Шын ғой айтшы. И істеп жатқандары өтірік па? Шын. Договорный матч бар ма? Бар. То, что вот эти игроки, которые вот Ақтөбенің кейбір ойыншылар ставка тіккен дейді. Өздерінің ойында. Өтірік па? Шын. Енді қорытындылайық. Нұреке, Әке, келгендеріңізге рахмет. Бұл видеода, бұл подкастта біз біреуді жамандау немесе бір ар-намысына тиіп кету деп ойламаңыздар. Бұл біз семейдің намысшыл жігіттері өз ойын айтты деп ойлаймын. Неге? Өйткені көз бояушылықпен айналысып керек емес. Өйткені біз ондай нәрсемен ұзаққа бармаймыз. Ой, сәке сіздікі дұрыс, бәке сіздікі қолдаймын деген ол дұрыс емес. Ақ-ақ, қаран-қара деп айту ол парыз. Отылып нәтиже көрсетпес айтар едік, отылды. Нәтиже жоқ. Келесін көрейік, қайда кім бар? Ұйымдастырыңдар, не істеп отырсыңдар? Еще помните, тобылбен ойнаған кезде, үйде ойнаған кезде. Жеңіп қалдық? Қалдық, как достойно играли, да? Достойно. Как мы от души ойнады ғой? Иә, прям до последней секунды. Сонда бірде-бір комментарийде бірде-бір хейт болған жоқ. Пацаны достойно играли, красавчики. Бағана айтқам сол, екіде бір ұтылсақ та, біз достойно ұтылайықшы. Иә, сол айтам. Тағы да Нұреке, Әке, рахмет сіздерге келгендеріңізге. Жоқ, Астанадан келіп осы
сіздерге ойларыңызды естейін. Подкаст неше күн болды, бір апта бұрын дайындалып, сұрақтарымды сіздерге ыңғайластырып, бұл жерде ни под кого мы не то есть не настраивались, как оно есть, бәрін айттық, түсіндірдік. Мысалы осы подкаст көретін жанкүйерлер болса, өз ой түйін жасайды деп ойлаймын. Енді мынау өзімнің атымнан сіздерге кішігірім сыйлық, қол сағат. Рахмет. Өздеріңіз осы елдар бауырым берді деп тағы отырасыздар енді, бұйыртса аман есен. Көп рахмет. Сол, рахмет сіздерге тағы да келгендеріңізге. Мында бір алғыс. Ал біздің жанкүйерлерге айтатыным, осы біздің подкастымызды өсіп келе жатқан жанкүйерлерге, осы Елімай футбол клубындағы жүрген жанкүйерлерге, немесе осы футбол саласындағы семейлік жанкүйерлерге, футболистерге жіберіп, өзінің кішігірім ой түйін жасасын деген ойда түсірдік. Сондықтан достар, рахмет сіздерге. Подписка жасаңыздар, лайк басып, өзіңізден ойыңыздан шыққан жақсы пікірлерін жазып отырыңыздар.